Қайырлы күн жақсыларым. Бүгін сіздермен өте дәмді фаршты штрудель дайындайтын боламыз. Ал сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ең алдымен тамағымыздың қамырын илеп аламыз. Ол сәл жұмсақ болуы керек. Ол үшін ең алдымен суға тұзды салып, жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен ұн салып, қамырды илейміз. Илеп болар алдында үстінен май құйып, тағы да біраз басып қоямыз. Көріп отырғандарыңыздай қамырымыз жұмсақ әрі біркелкі болып шықты. Қамырдың бетін жауып демалдыруға қоямыз. Ал қазір ішіне қосатын фаршты қоспасын дайындаймыз. Менде ең қарапайым қоспа. Фаршқа пиязды ұсақтап қосып, тұз, қара бұрыш дәміне қарай салдым. Видеоның астын ашып оқысаңыз, қанша грамм қосылған барлығы жазылып тұр. Кейін картоп, пияз, сәбіз, болгар бұрышын бір-екі қызанақты жақсылап жуып дайындап қоямыз. Біраз тынған қамырымызды үшке бөліп, жақсылап жұқалап жаямыз. Жұп-жұқа болу керек. Жұқалап жайғасын үстіне фаршты қоспамызды салып, оны да жаймалаймыз. Тамақтың жасалу процесін видеодан тамашалап отырып, астына комментарий жазып, міндетті түрде лайк басып, каналыма тіркеліп отырыңыздар. Фаршты жаймалап болғасын қамырымызды орап, видеодағыдай бөліктерге бөлейміз. Газға қазанымызды қойып, қыздырып, май құйып, жаңағы көкөністерімізді ұсақтап турап, қуыра бастаймыз. Алдымен пияз бен сәбізді қуырып аламыз. Пиязымыз сарғаюы керек. Пиязымыз сарғайып, сәбізіміз жұмсарғанша қызанақты осылай турап, оны да үстінен қосамыз. Үстінен кішкене томат салып, тұз, бұрышымызды салып, өзіңіздің ұнатқан дәмдеуіштеріңізді қоссаңыз болады. Барлығын қосып, жақсылап араластырып, су құйып, қазан бетін жауып қоямыз. Қазір картопымызды әдемілеп турап дайындаймыз. Суға картопымызды салып, қақпағын жауып, 5 минуттай қайнатып аламыз. Тамақтың дәмін көріп, қосатынымызды қосып алғасын болгар бұрышын саламыз. Суымыз қатты қайнаған кезде үстіне штрудельдерді орнатамыз. Судың мөлшері видеода көрсетілгендей болуы керек. Баяу отта жарты сағат пісіріп аламыз. Өте дәмді шығады. Үйде бар көкөністермен әсемдеңіз. Каналға тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар.